Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен бүгін біз японский панкейки пісіреміз. Басқа да видеоларды жіберіп алмау үшін YouTube каналыма тіркеліп, подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыздар. Бізге керек ингредиенттер: ұн, разрыхитель, қант, жұмыртқа, бал және су керек болады. Екі жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Bir ас қасық балымызды саламыз. Араластырамыз. Ұнымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Суымызды құямыз. Тағы жақсылап араластырамыз. Разрыхителімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Не өте сұйық, немесе қою емес, видеода көріп тұрғандарыңыздай болады. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін осылай пищевой пленкамен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Енді панкейктарымызды пісіріп аламыз. Табамызды майламаймыз. Табамызды қыздырып, орташа отқа 2 ас қасықтан салып пісіріп аламыз. Менде үлкен қасық болғандықтан 1 ас қасықтан салып пісірдім. Панкейктарымыздың бетінде осындай тесіктер пайда болғаннан кейін, ол уже пісті деген сөз. Екінші бетін аударып пісіреміз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Міне осылай барлық панкейктарымызды табамызға құйып пісіріп аламыз. Менде 6 панкейк. Қазір оларды біріктірсем 3 панкейк болады. Ал егер сіздер көбірек істегілеріңіз келсе, қонаққа істесеңіздер, немесе отбасыларыңыз үлкен болса, осы құрамын 2 немесе 3 есеге көбейтуге болады. Панкейктарым пісіп шықты. Ішіне нутелла шоколадын жағамын. Сгущенка салуға да болады. 1 ас қасықтан немесе жарты ас қасықтан салып, осылай шет-шеттерін біріктіреміз. Уайымдамаңыздар, панкейктер жабысқақ келеді, олар жабысады. Міне осылай бәріне салып біріктіріп шығамын.
Ортасын екіге бөліп алдым. Күшті піскен, жұп-жұмсақ боп. Ортасына шоколады ағып, тәбетіңді ашады. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.